Бүгін Қазақстанның ірі қалаларында күн жылынады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашқардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Астана, Алматы мен Шымкентте 11 қазанда ауа райы қандай болады? Ауа райы болжамын Open Weather порталы жария етті деп хабарлайды Қазнұр.кз. Бүгін Алматыда күн ала бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы 17 градусқа дейін көтеріліп, түнде 3 градусқа дейін түседі. Желдің жылдамдығы 2,9 метр секунд деңгейінде болмақ. Астанада синоптиктер болжамынша күн ала бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы 10 градусқа дейін жетіп, түнде 2 градусқа дейін төмендейді. Желдің жылдамдығы 7,7 метр секунд деңгейінде болады. Шымкентте бүгін күн ашық болады. Күндіз термометр бағаны 26 градусқа дейін жетіп, түнде 10 градусқа дейін түседі. Желдің жылдамдығы 4,2 метр секунд деңгейінде болмақ. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.